Сәлем достар, бүгін біз каналымызда қыздың суретін саламыз. Тек қана қыз емес, аспанымыздың түніліп тұрған кезін және де үйдің боранның масағында жып-жылы ағаштан жасалған үйдің суретін саламыз. Ең алдымен ақ және де көгілдір немесе көк бояуды алып, осындай қырау салып аламыз. Кейінірек оның төменгі бөліміне үйдің қабырғаларын сала бастаймыз. Үйімізді дәл сол кисточкамен және де дәл сол түспен саламыз. Оның барлығы кейінірек боялып кетеді. Осылай үйімізді салып аламыз. 2 терезесі болады және де мұржасы болады. Түтін шығатын, яғни үйде пеш жанатын үй, яғни үйді жылытатын бізде пештің бар екенін көрсетуіміз қажет. Біздің үйіміздің қабырғалары қисық, сондықтан да оны айла арқылы жабу үшін бояумен осындай кішкентай қардан дөңпешіктер бейнелейміз. Салып шығамыз, сол кезде үйіміздің қабырғалары қисық екенін байқалмай қалады. Ары қарай бұл дөңпешіктерді де салуды жалғастырамыз, яғни жеріміз біздің тегіс емес. Үйімізді толығымен салып біттік. Енді кезекте бізде аспанымыз құбылып тұрған аспан, жай ғана аспан емес. Ол үшін аспан суретін салу үшін бізге ақ және көгілдір түсті араластырып, осындай қанық ақшыл көк түсті аламыз. Кейінірек осылай крест салу арқылы тәсілмен аспанымыздан сол жағынан оң жағына қарай осылай бояп шығасыздар. Крест бояу тәсілі арқылы. Шет жақтарына қарай аспанымыз құбыла бастайды, яғни ақшыл түстер емес, қанық көк түс болады. Кейінірек шеттеріне қарай қара түстерді де пайдаланамыз. Барлық бояу тәсілі жаңағы жоғарыда айтып кеткен крест бояу тәсілі арқылы салынады. Байқап тұрғандарыңыздай, енді қанық көк түсті және де қара түсті араластырамыз және де аспанымыздың шет жақтарын бояй бастаймыз. Үйіміздің жоғары жағын осылай ақырындап бояп шығамыз, тиіп кетпейтіндей қылып. Енді қара түсті аспанымыздың ақшыл түс аймақтарына ортаңғы бөліміне кіргізу арқылы осылай крест тәсілі арқылы бояп шығасыздар.
Енді толықтыру қажет болады. Ол үшін бізге ақ және де көк түс қажет болады. Ақ түсті және де көк түстер арасынан қосып болғаннан кейін құрғақ таза кисточкамызды алып ұрғылау тәсілі арқылы оның барлығын түрлендіреміз десек те болады. Міне жағып болдық бояуымызда. Енді таза кисточкамызды ұрғылау тәсілі арқылы осылай аспанымызды түрлендіріп шығамыз. Яғни бояуымыз басқаша жағылуы тиіс осы тәсіл арқылы. Енді арасынан қою ақ түстерді қосамыз. Шамалап және де көк түстерді арасынан қосып шығасыздар. Сонда аспанымыз бір сиқырға ие болатын секілді көрінеді. Үйдің жоғары бөліміндегі аспанымызды толығымен бітірген жоқпыз. Толығымен аяқтау үшін біз ақ және де көк түсті қосып шығамыз. Ол неліктен деп сұрасаңыздар, себебі қараңғы уақытта аспанымыздың түсі біркелкі болмайды. Ол айдың көлеңкесі шағылысы бар дегенде, күннің көлеңкесі шағылысы бар дегенде аспанымыз төменнен жоғарыға қарая бастайды. Сондықтан да төменгі жақты кішкене ағартамыз. Енді көк түс пен ақ түсті және де оған кішкене қара түсті қосып, осындай басқаша ерекше көгілдір түсті шығарып алдық. Сол түс арқылы барлық қарларымызды бояп шығамыз, дала аймағына яғни. Енді ол көк түске қара түсті көбірек қосып, осындай көлеңке салып шығамыз. Көлеңкелі дөңпешіктер деп айтсақ та болады. Дәл сол бояу арқылы үйіміздің жоғарғы бөлігін, яғни шатырын бояп шығамыз. Ақ түсті көбірек қосамыз және де шеткі бөлімдерін бояп шығамыз.
Енді қою ақ түсімізді алып, кисточкамызды осылай шашырату арқылы аспанымызға жұлдыз, қардың суретін түсіреміз. Яғни осылай шашырату арқылы аспанымызды түрлендіреміз, өте әдемі аспан болып шығады. Енді дәл сол кисточкамызды алып, құрғақтау осындай ақ түсті ақырындап жағып шығасыздар. Тырнап жаққан сияқты секілді қылып жағып шығу қажет болады. Сонымен қатар қою ақ түсті алып, осындай дүмпешіктердің үстіңгі бөлімін бояп шығамыз. Яғни қардың бар екенін бейнелеуге толығымен сол суретті толықтырамыз. Ал енді кезекте бізге қоңыр түс қажет болады. Мен қазір ол қоңыр түсті алып шығып палитрама қосайын деп жатырмын. Сол қоңыр түспен үйіңіздің сыртын толығымен бояп шығамыз. Тек қана терезелерді боямайсыздар. Ақ қанық түсімізді алып, осылай шатырымыздың жоғары жағын бояп шығамыз. Және де толығымен шатырымызды да бояп шығасыздар. Себебі үстінде қар жатқандығын бейнелеу үшін және де үйіміздің көлеңкелі екенін көрінісін беру үшін. Тағы да екі қайта қоңыр түспен үйдің сыртын бояп жатырмын, себебі толығымен боялып шыққан жоқ. Кепкеннен кейін осылай қанық қоңыр түспен бояп, екі-үш рет бояп шығасыздар. Ал енді тереземізді бояу керек болады. Ол үшін бізге ақ түсті кисточкамен тереземіздің ішін осылай бір рет бояп шығасыздар. Және де мұржадан түтіннің шығып тұрған бейнесін бейнелеу керек. Ол үшін осылай мұржадан шығып бара жатқан кезде жіңішке түтін, ал жоғарылатқан сайын ол түтініміз қалыңдай бастағанын көресіздер. Кейінірек үйдің терезесінде бізде үйде жылу бар екенін, үйде
жан бар екен, тіршілік бар екен көрсету үшін сары түспен терезелерімізді бояп шығамыз. Үйдің ар жақ бөлімінде де бізде терезелер бар, сондықтан да шағылысқан жарықтың бейнесін саламыз. Терезелерден төгіліп жатқан жерге, яғни төгіліп жатқан жарықтың шағылысын саламыз. Және де ол шағылысты кішкене қызыл түс қосу арқылы біз қызғылт сары түске айналдырамыз. Ал ендігі кезекте біз үйіміздің ағаштан жасалғандығын бейнелеу үшін осындай көгілдір ақ түспен осындай сызықтар жүргізіп шығамыз. Және де ол тек қана ағаштан жасалған бейне емес, ол қардың, мұздың бейнесі де болуы мүмкін. Мысалға, мен қазір үйдің шеткі бөлімдеріне осындай ақ түсті бояумен осындай мұздарды салып шығамын. Яғни үйімізде қыста осындай мұздардың, сосулькалардың барын бейнелейміз. Енді үйіміздің шеткі бөлімінде бізде есік болады. Ол есік кішкене ашық болады. Яғни біреу шығып келе жатқан көріністі саламыз. Және де ол есіктен бізде далаға қарай, сыртқа қарай осындай шағылысқан жарықтың төгіліп жатқанын бейнелейміз.
Енді суретіміздің соңғы элементтері ақ гуашымызды алып, осындай сумен араластырмай жағу тәсілі арқылы кисточкамызбен тек қардың осылай бұрап тұрған төгіліп жатқан мезетін осылай бейнелеп шығамыз. Шынайы көрініске ұқсайды, өте әдемі сурет, өте жылы сурет, жылы болғанымен суық сурет. Сіздерге бұл суретті салуға кеңес беремін. Өте оңай, әдемі шығатын сурет. Ал енді бізбен бірге сурет салғыларыңыз келсе, әрине біздің каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Егер де қандай да бір қалауларыңыз болса, комментқа жазып қалдырып кетсеңіз болады. Ең соңында терезелеріміздің осындай решеткаларды салдық.